Амансыздар ма құсшы қауым, мінекей мен мына жерді артығымен істеліп тұр еді ғой, будене қорам. Соны мына жерін босатып қойып жатыр. Мынаны тағы да маған кеңейтіп беріңдер деп. Себебі бұйырса, Алла қаласа ертең тағы бір 150 штук будене шығу керек. Соған маған орын босату керек болып, мына жер тарлық етіп тұр. Мына газдар жанып тұр. Күн деген жылып, жауын жауып кетті ғой қыста. Содан мыналарым ысылап, мінекей аузын ашып тұр. Мына төбесе астынан инфракрасный свет қосып едім, соны бүгін сөндірмеппіз. Мінекей мынадай свет тоңып қала ма астындағылар деп бүйтіп жауып қойып едім ғой, пенопластап, немен жылтырақпен. Соған үстіндегілер ысылап кетіпті. Содан мынаны срочно сөндіріп, суын берейін деп жатырмын. Енді шамалы есігін ашып алайын, ауа кірсін, бұларға да таза ауа. Мінекей мына жақта да будене, ананың жоғарысында да будене. Мынау менің өзімнің істеген сетка ютубтан қарап будене клеткім, жұмыртқа сырғанайтыны бар. 3 ярусный қылып жасадым. 3 ярусты, міне екіншісі, міне астында үшіншісі. Шамалы жасайтын жерлері бар. Мына 12 градус көрсетіп тұр. Мына жері, мына сыртта тұр екен ғой, датчик сырт жағында. Сол ана датчик бар, өзі сөніп тұратын, ысып кетсе. Асты негізі ысымаған, үстіндегілер ғой ысылап кетіп, аузын ашып жатқан. Бүгін міне нешінші күн, 24 аптадай болып қалды, 28 күн ба. Сол жақсы жағдайлары аздап еркектерін ажыратуға келіп қалған сияқты. Бұлар золотистый феникспен шамалы бір 10 шақты техас бар. Техасты білмеймін да енді. А феникстер арасында кейбіреуі шақырып жатыр қораздары, и бастарында шапкілері болады екен. Нелерін бройлерный феникс қой, бұлар ірі феникс. Ұрғашылары ақшылдау болады екен түсі. Еркектерінің міне шамалындай коричневый. Бұлар красный шапочка дегенде бұрын породының түрі деп сөйтіп айтқан екен адамдар. Ол красный емес, мындай коричневый шапочка ғой, мінекей бастарында коричневый. Мынау еркектері сияқты. Бұйырса солай ажыратып аламын. Мен фениксті бірінші рет ұстап атқасын. Міне осындай мындай красный шапочкалері барлар. Коричневый шапкілері барлар, басында бұлар мінекей еркектері, қораздары. Сол, енді мына жоғарыда полкын істеп әткен, оларды ысылап кетті ме екен, қазір қарайым. Ысылап кетті десек, пока мынаусын сөндіре тұрайын. Мына жағынан бұдан сөндіретіні жоқ, бірақ датчикке қосылады. Мынаның өзін сөндіретін бар, инфракраснойдың. Сол, қазір суын берем. Пока жағдайлар жақсы, сіздерге буденеден хабар беріп атқаным. Үйдегі бүгін енді емес, ертең болатын шығар вывод. Онда бұйырса сіздерге түсіріп жіберемін. Мінекей жағдайлар жақсы, менің алақанымдай болып қалды. Мына феникстер бройлеріне болғасын бар ірі. Ішінде манжурлар да бар, эйчни. Олар көрініп тұр, кішкене шамалы кішілеу бұлардан. Бірақ жұмыртқа жағынан екеуі де бірдей ау деймін. Ана, может, эйчни манжурлар жақсырақ көбірек беретін шығар. Но мен анадай жартысы еркек қой, сойған кезде мен мыналар тыпырлап жатырғын. Суын беріп жіберейін, төменде тұрған. Соны не істесем, суы бітіп қалған ғой. Мына еркектері сойған кезде шыққандай күтте қандай торғайдай болмай шамалы үлкендеу болған жақсы ғой деп ойлағаным ғой. 2 айда бұйырса соямыз. Астында клетка салқын деп қоймай тұрмын. Астына ананың да асты бос тұр, пенопластпен жауып қойдым. Сол, енді мынаған брус керек. Бірнеше брус керек, 4 жағынан әр жерден ұстатып, қатайтып ұстап тұратын. Сол брус ағаштар әкелу керек болып тұр. И сосын алдарына кормушка жасау керек ДВП-дан, астарына ДВП-дан пометы сборник боқсалғыш жасау керек, жем жегішін, боқсалғышын жасап, и ниппельный поилка қою керек. Сондай шаруалар бар. Оны мына бір стенканы арғырай жылжытып, кеңітіп барып істемесем, мына жер тар болып өте алмай қалдым. Мынау бар ғой, мынадай тар болып қалған қора, бізде жылы болсын деп өзімізше міне 1,5-да 4 қылып тар қылып жасадық қой. Даже мынадан да бұл кішкентай мына жерден бітіп атты. Оны мен арғырай создырдым, мынау жүруге келмей қалды деп есікке дейін. Енді мына қабырғаны да арғырай итерейін деп атым. Әлгі мақал бар ғой, дүнияның кеңдігіне не пайда, аяғыңдағы аяқ киім тар болса деп. Сол мына менің қорама арналған, қозғала алмай қалдым. Мынандай боқтарын шығаратын кезде де, ана жердің де боғын тазалайтын кезде, мына жер айналымға келмей қалды. Енді жаңа бөденелерім келеді, мынаның ұрғашыларым жерге шығарып, еркектерін бөліп астыға түсірейін десем де өте алмай жатырмын. Сол себептен жаңа осындай отопление қондыратын болсамдар, тем более қыста бөденеге міндетті түрде отопление керек. Әйтпесе тонат ол. Ал ана свет деген қазір қымбаттаған, қайта-қайта қызыл свет жағып, ол ақшаңызды айналдырғаннан отопление кіргізгеніңіз, как летний кухня мынадай қылып қосқаныңыз дұрыс. Мыналар ысылаған ғой, мен мынаны шамалы
азайтайын. Мына газ плита боқ-боқ, как всегда. Мына жерде мыналардың боғы шашылады. Даладан келген плита. Мән бермеңіздер. Сол жақсы. Мен мыналарды қарап келейін. Мына жерден қыстырылып өтіп. Мен бұны айтып атқан себебім, көп ютубтарды қарағанда бұл дүниеге көп жер керек емес, күттай қора жарайды деп солай көп айтты да. Осы мен мынау ақ нем шатақ ау. Аш? Шатақ осы. Төбелескісі келеді да. Мына жаңағы сөйтіп естідік қой жандай. Көп бұл дүниеге көп үлкен жер керек емес, кішкентай жер деп. Соған мына кішкентай қылып жасағанымыз ғой. Сондықтан сенбеңіздер, бәрі айтылып айтқанға. Ол кішкентай болғанымен, мысалы, мына жерде қазір бүкіл қызудың бәрі жоғарыға көтеріліп кетеді. Мына жоғарыдағы бұл дүниелерім тіпті қазір міне бүгін күн жылы 0 градус. Мына светті сөндіріп қойсам да, жоғарыдағылар ысылап, аузын ашып тұрады. Жоғарының температурасын қарасам, 30-дің үстіне шығып кетеді жоғары көлеткілер. Ана төбелер вообще 35 болып кетеді. Енді төменге датчикті түсірсем, төмендегі жерді утеплять ету керекпін. Пенопласты 2-3 қабаттап салып, оған сыймай жүрмін ғой мына жерді. Соны бұйырсана жарды кеңейткесін утеплять етпесем, мына төмен деген 0 градус. Жер 0 градус. Мына төменгі клеткі бір 2 градус па, 3 градус па сондай болады. Мына клеткілер 12 деп көрсетті ғой жаңа. Мінеке 12-де 8 көрсетті. Светпен 15, сосын дәл орта жағы светтің инфракрасный түскен жерлер 20 болып тұрады ғой. Соған барып жылынып алып жатады, өздері ұйысып, сылап кетіп, сосын былай қарай кетеді. Сондай. Ана жерде де солай жоғарғы клеткі сылап кетеді. Төмен ортаңғы клеткі тоңып қалады деп оған кішігірім свет қостым, бірақ ол брудер болғасын жан-жағының бәрі жабық қой. Төменгі клеткісі суық. Сондықтан осындай жерге, осындай клетке бәленбас сыйғызам екен деп қателесіп кетпеңіздер. Бәленбас сыймайды ол. Ол үшін аста теплый пол болу керек екен. Мен сіздерге өзімнің қателігімді не үшін айтып жатырмын? Сіздер тоже бизнес ретінде бастап атсаңыздар, ладно, бір 10 шақты бөдене болса жараш жеңіл ғой. Сіздердің жұмыстарыңыз жеңіл болсын деп айтып атым. Теплый пол жүргізген үйлерді көрдім мен бөденесіне. Олар жақсы. Мен құсап мұндай плита қойып әуре болмайды. Ода жаздан бастап теплый пол, агываларыңызды алып дайындайсыз ғой. Мен қыста бастағасын мынау летний кухняның плитасын қойып тұрмын ғой. Теплый пол болса астыдан ызғар теппейді. Астан бастап жылайды да, үстегілерін бәрі нормальный температурада тұрады бір қалыпты. Қазір менде үсті ыссы, төмен суық болып тұр. Оның проблемасын жаңағы мына светпен шешіп атым әзір. Бірақ светпен шешкемен жоғары ысып кетіп тұр. Сондықтан мен мына жақтағы үлкен бөденелердің бәрін, ұрғашларын бәрін бөліп, ана жақтың үлкен бөденесін осы жаққа қоямын да, мына жоғарыдағы ыссы полкілерге как раз 30-35 болып тұр ғой. Бұларға ертең жаңадан шығатын балапандарымда келем. Олар бір 5 күнде үйде тұрады, теплый полда светпен, енді совсем кіттай ғой олар. Сосын бір 5 күннен кейін мен оларды мына жер 30-35 градус соған кішкентай светпен қойма болады. Болмаса осылай да қойсам да бол жақына. Ананың төбесі де жоқ. Ананың жоғары брудердің үстіне қойма болады. Себебі оның боқ түсетін клеткілері кішкентай, алар бітеп тастап. Соған кішкентай светпен сол жерге қойма болады. Тақи болмаса мынаның үстіне де кішкене брудер жасап соған қоймады болады. Мынаның үсті совсем ыссы. Светсіз де дымсыз тұра алады. Сол мына бүдінелер төбелеседі екен. Соны көріп атын. Мына ақ бүдіне байқайын, постоянно тентек. Айқай шығарып атыр әне. Осы қазірді.